Сәлем, қалайсыздар? Айтады ғой, әйел әйелді түсінеді депші. Мен наоборот түсінетін сияқтымын. Әйел әйелдің жауы дегенші. Әйел әйелді көре алмайды дегенші. Себебі деймді, әйелдер қауымы демей-ақ қойыш. Енді 50-де 50 шығар. Біреудің өміріне мұрындарын сұққандарын қашан қоясыңдар деймді. Ол қалай өмір сүріп жатыр, не жасап жатыр, нағатын бүйтіп кетпесін, сөйтіп кетпесін, менен көтеріліп кетпесін депші. Менің қалай өмір сүріп жатқаным, бала туа алмай жатқаным, күйеумен қалай тұрып жатқаным сенің көтіңе кіріп бара жатыр ма деймін да. Именно сенің хиджаб киген. Хиджаб кигеннен қорық дейді да. Рас екен ғой негізі. Мен ол сөзге көп мән бермейтін. Негізі хиджаб киген адамнан қорқу керек екен. Хотя мен ол адамға бір нәрсе десем, хотя бір боқтасам, бір ауыз сөз сөйлеп оған, сен албасты деп хотя бір артық сөз сөйлесем, онда можно маған бар ғой, неше түрлі айтып қарғауғашы. Мен осы неңді фотоңмен бірге осы видеоңды шығаратын болам, аудиозаписіңді ше. Мен саған не айтқанымды, сен маған не айтқаныңды ше. Құдайым-ау, адам деген деймін да, хиджаб киген адам Алладан қорыққаннан кейін хиджаб кетті. Алладан қорыққан адам біреуге өйтіп қарғыс тілемек түгілі, даже артынан сөйлеуге қорқады ғой. Хотя мен құрғана қалайсың, етті төлеші деп жазып жүргенім үшін өзім қанша сөз естідім. Албасты қатын, бала тумай қал, сен сорлы қатын дейма, неше түрлі айтты мағанша. Сен басың істейма дейм да, сен хиджаб киген әйел. Басың істейма дейм да, менің жеке өмірімде нең бар дейм да. Аяғың ауыр ғой, балаңның аманшылығын тілеп аман есен босанайыншы деген орнына біреудің өміріне нең бар дейм да. Значит, сен менің өміріме қызғасың, содан кейін сразу уже мені нетіп жатсың, қарғап жатсың. Мен саған барып бір нәрсе дедім ба? Ол етті менің атымнан алғаннан кейін төлеші деп жазып жібердім. Төле деген жоқпын, төлеші деп. Ал мен сол үшін біреуге жақсылық жасағаным үшін қанша сөз естідім, қанша қарғыс естідім, қанша нервім кетті сол үшін. Ужас қой, еще келін болып түскенне 1 жылда болған жоқ, ойлаңыз.